Сайрамнан шыққан қалың қазақ әскері Ташкентке келіп жетті. Ташкентке бірден кіргізбей, шөбі қалың, суы мол жерге әскерін аялдатып тынықтырды. Сол кезде Ташкенттен жаушы келді. Ол хабар алып келген екен. Сайын бөлек 15 мың әскермен бүгін түнде жасырынып, Жоңғарияға қарай жолға шықпақшы. Қабанбай батыр әскермен жолға тосқауыл қойып күтіп тұрды. Сайын бөлек әскермен келе жатты. Кенет қазақ жасағынан бір сатқын атып шығып, олардың жағына қарай шаба жөнелді. Хабар жеткізді. Қазақ қолы күтіп тұр. Ол сатқын Камалдин деген сатқынның туысы еді. Әскерлер дала майданында бет-бе-бет кездесті. Қабанбай батыр Сайын бөлекке қарап айтты: "Өкініп жүрме, қапыда қалдым деп. Саған мүмкіндік беремін. Ер жігітше, жекпе-жекке шық." Бірақ жоңғар батыры шықпады, бас тартты. Өз әскерін тосқауылға қойып, шағын жасақпен Сайын бөлек қаша жөнелді. Сол сәтте қазақ қолы айғайлап шабуылға көшті. Малайсары, Баян батыр, Наурызбай, Бердіқожа, Елшібек, Хангелді, Райымбек бастаған батырлар қаптама соғысқа алаңсыз ұмтылды. Қабанбай сардар биік қыр басына шығып, соғысты бақылап тұрды. Бие сауымындай ғана уақыт ішінде жоңғарларды жер жастандырды. Берілгендерін тұтқынға алды. 3 мыңға жуық әскерін қырды. Қазақ әскерінің шығыны болса 400-ге жетпеді. Содан кейін Төлелі би Қабанбай батырға өтініш жасады: "Енді Ташкентке мені өз қолыңмен отырғызып кет." Дәл солай болды. Халық риза болып қуанды. Осылайша жоңғарларды сыр бойынан, Ташкент пен Сайрамнан түп тамырымен қуып шықты.